корректировкаға ұсынылып, қазіргі таңда үстіне тағы 5 миллиард қаржы қосылып, ұлттық қордан барлық құны 17 миллиард қаражатпен қазіргі таңда зауыттың 90% жұмысы аяқталып тұр. Осы күні 2 күн бұрын барып сол зауыттың жұмысымен танысып келдік, өзіміз көріп. Негізгі жұмыстарының жаңағы айтқан барлық құрылыс монтау жұмыстары жасалып тұр. Кейбір қосалқы бөлшектерінің жетіспеуіне байланысты қазіргі таңда зауыттың жүрісі бәсеңдеп тұр. Дей тұрғанмен жұмыс тоқтап тұрған жоқ. Мердігер басында осы ағымдағы жылдың осы маусым аяғының соңына, шілде аяғында кезең-кезеңмен қосу жоспарланып тұр. Себебі кезең-кезеңмен дейтін себебіміз ол жерде құрылғылардың өздері жаңағы қондырғылар 5000 текше метр су тұщыту жаңағы блоктан тұрады ғой, фильтрлер, мембранный установка. Соның барлығын бір-бірден қоса алмайды, кезең-кезеңмен қосып жұмысын бастайтын болады. Негізгі осы суды тұтынушы Каспий теңізінің су тұщыту зауытының тұтынушысы Мұнайлы ауданы болып табылады. Мұнайлы ауданына осы суға тәуелді. Қазіргі таңда өндіріп тұрған 20 мың текше метр судың қазіргі таңда 14-15 мың текше метріне дейін Мұнайлы ауданына беріліп тұр. Соны қолданып жатыр қазіргі таңда. Бірақ Мұнайлы ауданының тәуліктік өзінің қолданатын су 30-35 мың текше метр құрайды. Қазіргі таңда су тапшылығы бар. Қазір Мұнайлы ауданы толық дегендей барлық ауылдарға құбырмен, Ақбұлақ бағдарламасы бойынша құбырмен су тартылған әр үйге дейін. Енді сол құбырмен әр үйге су жеткізу мәселесі өзекті болып тұр қазіргі таңда. Дегенмен осы су тұщыту зауыты аяқталғаннан кейін Каспий су тұщыту зауыты тарапынан жеткілікті мөлшерде су береміз деп айтып отыр. Енді соны күтіп отырмыз. Бұйырса модернизация біткеннен кейін бұйырса онда көретін боламыз. Модернизация осы айдың міне маусым айының соңында деп күтіліп отыр. Жаңағы айтқан қосалқы бөлшектер шетелден келеді. Біздің тек осы Ақтаудан жасалып отқан жаңағы үлкен қазандықтар бар, темір фильтр ішінде. Бірінші келген суды жаңағы кварцевый песок, шебеньмен бірінші грубый очистка жасайтын емкістер өшірді жылады. Қалғандарының бәрі Словакия, Индия, Америка, Катардан келетін запчастар. Оның жаңағы таяу шығыстағы соғыстың бәрінің де әсері тиіп тұр деп бізге түсіндірген солай болды. Сондықтан қосалқы бөлшектердің кешігіп келуіне байланысты осындай кідірістер болып жатыр. Атап қаражаттың барлығы жылда кезең-кезеңімен барлық қаражат бөлініп тұр. Зауыт қазіргі таңда бұл жасап тұрған завод қой, зауыттың ішіне завод салынып тұр. Бұйырса осы энергетика басқармасының завод басшылығының айтуы бойынша осы міне алдымыздағы июньнің аяғында, шілденің басында 5000 текше метрден қосып бастаймыз деп отыр. Бірінші 5000 текше метрді қосамыз, қалыпқа түсіп кеткен сөйтіп, қалған сол 20 метрді қосып, осы жылдың аяғына дейін, күзге дейін толық 40 мың текше метр тәулігіне су беруге шығамыз деп. Қаражатпен мәселе жоқ, ешқандай бүгінге дейін қаражат мәселесі толық бөлініп тұр. Себебі кеше осы бір жиналыстарымызда біздің орталық аппаратта жалпы осындай сұрақтарды қойып отырған. Неліктен бұны қаражаттан кедергі болса, неге әкімдікке тіке мәселелер қойылмайды деп. Бұның барлығы депутаттар тарапынан көтеріліп, уақытында мәселелер қаралып шешілді. Жаңағы айтқан технологический процесстер, жаңағы шетелден келетін оборудование, соның ішінде Ресейден келетіні көп кедергі болды. Ана помпалары, насостары Ресей тарапынан сол жердегі әртүрлі жағдайларға байланысты келмей созылып кетті. Негізінде бұл заводымыз жаңағы бұл модернизация арқылы 20 мың кубтан 40 мың кубқа көбейту мәселесі. Сондықтан біз өткен жылы бұл іске қосылу керек еді. Қазір бақылауда жаңағы айтқан келесі шілде айынан бастап, бұйыртса 5000 кубтан бастап осы жұмысын басталу керек. Әріптестер, сол қаперлеріңізде болса, рахмет.